Сәлем балалар, 3 сынып әдебиеттік оқу сабағы 14 сабақ. Нені үйрендім тақырыбы. Бірінші тапсырмаға назар аудар. Осы бөлімнен оқыған мәтіндерің мына тақырыптарға сай келетінін анықта. Таза ауа. Таза ауа тақырыбына Мархабат Байғұттың Алмастың ағашы мәтіні сай келеді. Ал тамаша табиғат тақырыбына Тұманбай Молдағалиевтің Гүлдер өлеңі сәйкес келеді. Ал табиғатты қорғау тақырыбына Бердібек Соқпақбаевтың Қамқорлық мәтіні сәйкес келеді. Екінші тапсырманы түсініп оқы және жауап бер. Салыстыра, сипаттап айтуға үйрен. Сен екі затты салыстырып айта аласың ба? Оқушылардың арасында мынандай талас болды. Біреуі екі затты салыстыру, олардың қандай ұқсастықтары, қандай айырмашылықтары бар екенін білу деді. Екінші біреуі екі затты салыстыру, олардың қайсысы үлкен, қайсысы кіші екенін білу деді. Ал үшіншісі екі затты салыстыру дегеніміз олардағы бірдей белгілерді анықтау деді. Төртіншісі екі затты салыстыру, олардың бөлек белгілерді анықтау деді. Оқушылардың қайсының айтқаны дұрыс деп ойлайсың? Салыстыру ол ортақ белгісін табу, айырмашылығын табу, немесе ұқсастығын табу және ерекшелігін табу деп ойлаймын. Үшінші тапсырма. Суретке қарап оқыған шығарманы есіңе түсір. Қалай аталады? Авторлар жөнінде әңгімеле. Бұл суреттегі Иван Крыловтан аударған Абай Құнанбаевтың шегіртке мен құмырсқа мысалы болатын. Мұндағы Иван Крыловтан Абай Құнанбаев 13 мысалын аударған. Соның ішінде шегіртке мен құмырсқа балалардың сүйіп оқитын мысалдарының бірі болып табылады. Абай Құнанбаев орыс тілін жетік меңгерген және жетік түсіне білген. Ол орыс және шығыс батыс ақындарының шығармашылығын сүйіп оқыған. Абай Құнанбаев 1845 жылы Семей облысындағы Шыңғыстауда дүниеге келген. 1904 жылы өмірден озды. Ол қазақтың ұлы ақыны әрі аудармашысы болып табылады. Төртінші тапсырма. Екі шығарманы салыстыру кестесін толтыр. Мәтін Ахмет Байтұрсынұлының оқуға шақыру және Ілияс Жансүгіровтің Күн шыққанда өлеңдері. Ал енді осы өлеңдердің құстардың таңғы тіршілігі туралы айтылған өлең жолдарын оқиық. Оқуға шақыру өлеңіндегі құстардың таңғы тіршілігі туралы былайша жазылған. Адамда ұшқан құста жүрген аңда, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жанда. Ал күн шыққанда өлеңде құстар туралы шырылдайды торғайым, ұйқын ашты, оятты жолдары жазылған. Ал күн көзі суреттелген өлең жолдары оқуға шақыру өлеңде. Қарап тұр терезеден күн жылтырап. Ал күн шыққанда өлеңінде күн туралы былайша баяндалыпты. Тұр көкешім, күн шықты. Таңғы тіршілік туралы суреттелген өлең жолдары оқуға шақыру өлеңінде. Кішкене қоңыз да жүр жүгін сүйреп, барады аралар да ұшып балға. Ал күн шыққанда өлеңінде мал масайрап өрісте, құрт құмырсқа бәрі істе жолдары баяндалған. Бесінші тапсырма. Кластерді жалғастыр.
әр тақырыпқа сай келетін мәтіндерді орналастыр. Мысал үшін, жанды табиғат тақырыпқа сай келетін. Мысал үшін, Бейсебай Кіріспайұлының терек пен қабығы. Мәтіндегі ағаштар. Мархабат Байғұттың алмастың ағашы. Мұнда да ағаштар. Тұманбай Молдағалиевтің гүлдер. Бұл мәтінде өсімдіктер туралы. Жүсіпбек Аймауытовтың Қараторғай мәтіні. Қараторғай мәтінде құстар туралы. Және Әуелбек Қоңыратбаевтың Киіктің айласы мәтіндегі жануарлар. Жанды табиғат тақырыбына сәйкес келеді. 6-шы тапсырма. Бөлімдегі құстардың таңғы тіршілігі туралы айтылған шығармалар жұбын ата. Біріншісі, Ахмет Байтұрсынұлы мен Ілияс Жансүгіровтің оқуға шақыру және күн шыққанда шығармалары. Бердібек Соқпақбаевтың қамқорлық және Тұманбай Молдағалиевтің гүлдер өлеңі. Келесі, Бейсебай Кіріспайұлының жеміс бағында және Бердібек Соқпақбаевтың сен ұйықтап жатқанда шығармаларында. Мұндағы дұрыс қатар бірінші, яғни Ахмет Байтұрсынұлының оқуға шақыру, Ілияс Жансүгіровтің күн шыққанда шығармаларында құстардың таңғы тіршілігі туралы айтылған. 7-ші тапсырма. Түсініп оқы. Оқыған шығармаларыңды қай кейіпкерге осы өлеңді ақыл ретінде айтар едің? Түсіндір. Өлең. Шыр-шыр еткен торғайды, қорғамасаң болмайды. Кіп-кішкене торғайлар ағаштарды қорғайды. Таспен атып торғайды, ұя бұзған оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды. Өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбаев. Бұл өлеңді Бердібек Соқпақбаевтың қамқорлық шығармасындағы Жантасқа айтқан болар едім. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және де осы каналға тіркеліп алыңдар.